Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда шапалақ ойыны. Шапалақ ойынын ойнау үшін бізге мынау экрандағыдай хлопушка керек. Осы хлопушка арқылы біз ойнайтын боламыз. Бұл ойынның мақсаты оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, білімге құштарлығын дамытады. Жалпы бұл ойын қалай ойналады? Тақтаға өзіңіздің пәніңіз бойынша, мысалы, математика пәнін алайық. Математика пәні бойынша керекті цифрларды жазып қоюыңызға болады. Ортаға екі оқушыны шығарып алып, мысалы, үш жердегі екім неше болады дейсіз. Сіз тақтаға 6 санын жазып қоюыңыз керек алдымен. Оқушылар 6 санын тауып, шапалақпен ұрады. Одан кейін ары қарай жалғастыра аласыз. 4 жердегі жетім неше? Тақтаға жауабын жазып қоясыз, оқушылар сол жауапты тауып шапалақпен ұруы керек. Сол секілді қазақ тілі пәнінен, мысалы, ережені алайық, деректі зат есім және дерексіз зат есім. Оқушыларға бір зат есімді айтасыз, мысалы, махаббат. Оқушылар тақтаға қарап, махаббат сөзі деректі ме, әлде дерексіз бе? Соны таңдап шапалақпен ұруы керек. Махаббат бұл дерексіз зат есім. Сондықтан оқушылар дерексіз зат есімді таңдап шапалақпен ұрады. Осылайша барлық пәннен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жалғастыруға болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Болашақта алда көптеген қызықты ойындар болады. Сәттілік!